Қайырлы күн, сіздермен бүгін 23 сабақтың А деңгейін шығаратын боламыз. Ең бірінші номер 421 есеп. Өрнектің мәнін тап дейді. Бұл жерде ортақ бөлім дайын болғандықтан біз ортақ бөлім беруді қажет етпейміз. Яғни дайын есепті жай ғана бөлімін сол күйінше жазамыз, себебі ортақ бөлім беріліп отыр. Алымдарын қосамыз, яғни 1-ге 4-ті қоссақ, ол бізде 5 болады. Екіншісі, 8-ден 7-ні азайт 8-ден 3 дейді. Мұнда да ортақ бөлім берілгендіктен бөлімі сақталады. 7-ден 3-ті азайтсақ 4 болады. Бұл қысқарылады. Қысқарту дегеніміз алымында бөлімінде бірдей санға бөлу деген сөз. 8 бен 4-тің ең үлкен ортақ бөлгіші ол 4 болғандықтан 4-ті 4-ке бөлемін 1, 8 4-ке бөлемін 2. Үшінші есеп ол бізде 19-дан 15-те оқылады, минус 19-дан 6. Бұл жерде дәл солай. 19 жазылады, 15-тен 6-ны азайтсақ 9 болады. Бұл жерде ештеңе қысқарылмағандықтан дәл осылай қалдыратын боламыз. Келесі 4-ші есеп 16-дан 5 қосу 16-дан 1 дейді. Қосынды болғандықтан алымдарын қосамыз. 5-ке 1-ді қоссақ 6, 16-нікі сол күйінше жазылады. 16 мен 6 екеуі де жұпсан болғандықтан 2-ге бөлінеді. 6-ны 2-ге бөлетін болсақ 3, 16-ны 2-ге бөлетін болсақ 8. Дәл осылай қалатын болады. Келесі 5-ші есеп ол бізде 14-тен 3 қосу 14-тен 11. Келесі бұл жерде бөлімдері бірдей, 14 сақталады. 3-ке 11-ді қосатын болсақ 14, алым мен бөлімі бірдей болып қалғандықтан оның мәні 1-ге тең болады. Яғни қай уақытта 1-ге тең болады? Алымы да бөлімі де бірдей болған кезде. Яғни алымын бөліміне бөлгенде ол 1 шығады деген сөз. 14-14-ке бөлсек, ол бізде 1 шығады. Сол себепті 1 бүтін деп 1-ден жазып кетеміз. Келесі 6-шысы 21-ден 11 қосылған 21-ден 4. 21 сақталады. 11-ге 4-ті қоссақ 15, ешқандай қысқартуға болады. Бұл жерде 21 мен 15-тің ортақ бөлгіші 3, 15-ті 3-ке бөлсек 5, 21-ті 3-ке бөлсек 7 болады екен. Келесі есеп номер 422 есеп. Бірінші есепте бізде 5-тен 1 қосылған 5-тен 3 бөлімі сақталып тұрғандықтан сол күйінше жазамыз. Бірдей болғандықтан алымы 5 болады. 5-тен 2. 3-ке 2-ні қосатын болсақ 5, 5-ті 5-ке бөлсек, ол бізде 1 бүтін болады. Жаңа айтқанымдай, екінші 7-ден 3 азайту 7-ден 2. Айырма бұл жерде 3-тен 2-ні алатын болсақ 1, бөлімі сақталады. Келесі 3-ші есеп. Үшінші есеп бізде 20-дан 7 азайтылған 20-дан 3. Мұнда 7-тен 3-ті алсақ 4, 4-те 20-да 4-ке бөлінетіндіктен 4-ке қысқартамыз. 4-ті 4-ке қысқартсақ 1, яғни қысқарту деген сөз бөлу деген мағынаны береді. 24-ке бөлсек 5. Келесі 4-ші есеп. 4-ші есеп 9-дан 1. 9-дан 1 қосу 9-дан 5. 1-ге 5-ті қоссақ 6 болады. 9. 9-дың да 6-ның да ортақ бөлгіші 3. 6-ны 3-ке бөлсек 2, 9-ды 3-ке бөлсек 3. Келесі 5-ші есеп. 23-тен 6 азайту 23-тен 2 дейді. Бөлімі бірдей болғандықтан бөлімі сақталады. 23 қалады. 6-тан 2-ні азайтатын болсақ 3. 23 пен 3-тің ортақ бөлгіші жоқ болғандықтан дәл осылай қалады. Келесі 6-шы есеп. 20-дан 3 қосу 20-дан 7. 3-ке 7-ні қосатын болсақ 10, 20-ны 20 ортақ бөлім болғандықтан сол күйінше жазылады. 20 мен 10-ның ортақ бөлгіші бізде 10-ға бөлуге болады.
10-ды 10-ға бөлетін болсақ 1, 20-ны 10-ға бөлетін болсақ 2. Келесі, немесе нөлдерін қысқартып жерсек болады, сонда бәрібір 2-ден 1 шығады. Келесі, 7-ші есеп 29-дан 13. 7-ші есеп 29-дан 13 минус, яғни азайту 29-дан 2. 13-тен 2-ні азайтатын болсақ 11, 29 сақталады, ортақ бөлгіш жоқ, сол күйінше қалады. Келесі, 8-ші есеп 51-ден 11 қосу 51-ден 13. Сонда бізде 51 сақталады. 11-ге 13-ті қосатын болсақ 24. Келесі, 9-ші есеп 72-ден 17 азайтылған 72-ден 13. Бөлімдері бірдей болғандықтан біз не істейміз? Бөлімін сақтаймыз, ортақ бөлім керек емес. 17-ден 13-ті алатын болсақ, ол бізде 4. 2-ге қысқартып жіберсек болады, иә? Сонда 36-дан 2 болады. Бұл далағы 2-ге қысқарады. Мұнда 1 қысқарады деген сөз бөлінеді деген мағына. Бұл 18-ден 1 болады соңғы жауабы. Келесі, былай бөле салайын, сіздер астына жазасыздар. 10-ші есеп 55-тен 32 қосу 55-тен 23. Алымы 32-53-ті қосқанда 23-ті қосқанда 55 болатындығы анық көрініп тұр. Сонда жауабы 55-тен 55. Ол деген сөз 1 бүтін дегенді береді, себебі алым мен бөлімі бірдей сан. Соны ескереміз. Келесі 11-ші есеп 33-тен 5 қосу 33-тен 6. Бөлімдері бірдей болғандықтан 33 сақталады. 5-ке 6-ны қоссақ 11. 33 пен 11 екеуі де 11-ге бөлінеді. 11-ді 11-ге бөлсек 1, 33-ті 11-ге бөлсек 3 болады. Келесі соңғы есеп 12-ші есеп. Ол 48-ден 13 минус 48-ден 11. Сонда 48 сақталады, е? 13-тен 11-ді алатын болсақ 2, 2-ге бөлінеді. Сонда мұнда 1 болады. 48 2-ге бөлетін болсақ 24 болады. Алғашы 2 есеп осы жауабы.